шашатын ертеңіме жарық партадан құлсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға жетеміз біз асқарға. Партадан Құрметті оқушылар, ұстаздар, міне ғылыми білімдерді насихаттау және оқушылардың ғылыми іске қызығушылығын дамыту, дарынды балаларды анықтау мақсатында республикалық олимпиаданың мектепшілік кезеңі өз мәресіне жетті. Пәндік олимпиадаға қатысуы ол үлкен мәртебе және үлкен жауапкершілік. Бүгінгі қоғам сіздерден білім мен ғылымды игеру жолында үздіксіз ізденуді талап етіп отыр. Білімнің ең биік шыңдарын бағындыруға жасаған алғашқы қадамдардың бірі осы мектепшілік пән олимпиадасы. Осы білім сайысында әрбір оқушының білім деңгейлері сыналып, 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар шығады дегендей олимпиада жүлдегерлері анықталды. Мектепшілік кезеңге 244 оқушы қатысып, қорытындысы бойынша 135 оқушы жүлдегер атанды. Бірінші орын дипломдарменен 40 оқушы, екінші дәрежелі дипломмен 41 оқушы, үшінші дәрежелі дипломмен 44 оқушы марапатталып отыр. Олимпиадада жоғары ұпай алғандар аудандық кезеңге қатысатын болады. Жеңімпаз аталған оқушыларға құтты болсын деп, келесі кезеңдерге тыңғылықты дайындау керек екенін айтқым келеді. Жеке дарын жетілмейді, дарындар сайыса жүріп, бір-бірін жетелейді дегендей, оқушылардың білік дағдыларын іс жүзінде сарапқа салатын аудандық олимпиададан жүлде алып, облыстық кезеңге өтуіңізге тілектеспін. Сіздердің сапалы білім алып, үлкен азамат болуларыңыз үшін барынша мектепте жағдай жасалынып отыр. Сондықтан да терең білім алу жолында жалықпай, талмай ізденіп, жетістіктерге қол жеткізіңіздер. Біз мектеп тарапынан оқушыларымызға өздерін таныта отырып, интеллектуалдық байқауларда бұдан да үздік нәтижелер көрсету үшін жағдай жасауды жалғастырамыз. Баршаңызға сәттілік тілеймін.